Hi guys, барлығына сәлем. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы nouns, яғни зат есім. Ағылшын тіліндегі зат есімдер жайлы қазір сіздерге түсіндіріп беретін боламыз. Жалпы зат есім дегеніміз заттың атын, айналамызда болып жатқан құбылыстар мен оқиғаларды білдіретін сөз табы. Ары қарай сіздерге зат есімдердің түрлерін мысалдар келтіру арқылы түсіндіріп беретін боламыз. Соңына дейін қарауға кеңес береміз. Жалпы зат есім proper nouns, жалқы есім, және де common nouns, жалпы есім деп екі түрге бөлінеді. Нақтылап proper nouns, жалқы есімге тоқталатын болсақ, көбінесе оған біз кісі аттары мен географиялық атауларды жатқызамыз. Мысал келтіретін болсақ, есімдерге Азамат, Айдар немесе тағы да басқа. Сол сияқты географиялық атауларға Казақстан, Балқаш деген сияқты мысалдар келтіре аламыз. Ары қарай жалпы есімдер туралы түсіндіретін болсақ, common nouns-тың өзі countable, саналатын, немесе uncountable, саналмайтын болып екі түрге бөлінеді. Countable nouns, саналатын зат есімдерге біз санауға болатын заттарды мысалға жатқыза аламыз. Мысал үшін алма, бір алма, one apple, екі алма, two apples, үш алма, three apples деп countable nouns-ға біз саналатын зат есімдерді жатқыза аламыз. Ал uncountable nouns-ға өздеріңіз білетіндей санауға келмейтін заттарды жатқыза аламыз. Мысал үшін сусындар water, milk, coffee, су, сүт, кофе сияқты. Сонымен қатар кейбір тағамдарды күріш, ет, май сияқты заттарды саналмайтын зат есімдерге жатқыза аламыз. Және де табиғат құбылыстарын rain, snow, wind, жаңбыр, қар, жел деген сияқты. Сонымен қатар абстрактылық ұғымдар мен сезімдерді де біз саналмайтын зат есімдерге жатқыза аламыз. Мысал үшін махаббат, күлкі, бақыт деген сияқты. Барлығы түсінікті болса, ары қарай зат есімнің түрлерімен таныстыратын боламыз. Алғашқысы simple nouns, негізгі зат есім болып табылады. Негізгі зат есім simple nouns, ешқандай жалғау жұрнақсыз жасалады. Мысал үшін a table, a room, a girl. Екінші түрі бізде derived nouns, туынды зат есім. Сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалатын зат есімнің түрі. Туынды зат есімге мысал келтіретін болсақ, осыларды айтсақ болады. Teach, write, жұрнақ арқылы teacher, writer. Develop, жұрнағы арқылы development. Sad, жұрнағы арқылы sadness. Freedom, және де leadership, friendship сөздер арқылы туынды зат есімге осындай мысалдар келтірсек болады. Яғни өзінің жалғанған жұрнағы арқылы бір сөзден екінші мағына тудырып тұратын сөздерді біз derived nouns, туынды зат есімдерге жатқызатын боламыз. Үшінші түрі compound nouns, күрделі зат есім. Яғни бір немесе бірнеше зат есімдердің қосындысы арқылы жасалатын күрделі зат есімді атаймыз. Мысал келтіріп түсіндіретін болсақ, a postman, post, почта, man, адам, a postman, почтальон. Football, foot, аяқ, ball, доп, football, футбол. Тағы да бір мысал келтіріп өтетін болсақ, headache, head, бас, ache, ауру, headache, бас ауруы. Осылайша зат есімнің негізгі үш түріне мысал келтіріп өттік, сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталады. Сіздерге пайдалы сабақ болды деген ойдамыз. Біздің арнамызға жазылып, видео сабақтарымызға қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Thanks for your attention. Goodbye, guys.